Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жалбыздың қандай пайдасы бар? Жалбыз шөбінің ел арасында дала, су, бұйра, кермек және бұрышты секілді түрлері кең танымалдылыққа ие. Дәрілік препараттарға пайдаланылатын түрін бұрышты жалбыз дейді. Қандай ауруға дауа деген сұрақ көпшілікті толғандырары сөзсіз. Ендеше жалбыздың емдік қасиетіне кезек берелік. Жалбыз сонау ықылым заманнан ақ адамзаттың пайдасына жараған киелі шөп. Қазіргідей медицина дамымаған уақытта бұл өсімдік ата-бабаларымызды талай ауру сырқаудан аман сақтап қалған. Ол вирустық ауруларды жоюға таптырмас дәрі бола алады. Бәрінен бұрын асқазан, ұйқысыздық және іш ауруларын бірден жазады. Тұнбасын ауыз уылғанда, қызыл иек қабынғанда, тіс ауруларында, баспада, жоғары тыныс жолдары қабынған кезде қолданып, ауызды шаяды. Суық тиген уақытта сүтке қайнатып ішсе, дереу емдейді. Күніне 1 шай қасықпен 3 мезгілден 2 ай ішсе, жүрек ауруын емдеп жазуға септігі тиеді. Тұнбасын ірілі ұсақты, іріңді жарақаттар мен қотырларға таңып тастаса, тез сауықтырады. Мұрыннан қан ағып тоқтамаған кезде де жалбыз шөбін пайдалануға болады. Оның суын мұрынға тамызса, қан тоқтайды. Жиі терлейтін адам егер жалбызды ыстық суға демдеп, ұйықтар алдында ішетін болса, тершеңдігінен айырылады. Жалбыз сонымен қатар тіс ауруларына бірден-бір ем. Ол тіс пастасына негізгі компоненттер ретінде қарастырылады. Жалбызды сондай-ақ косметологияда да пайдаланады. Мәселен, таңертең бетті құбырдан аққан сумен шайғаннан гөрі жалбыздан әзірленген лосьонмен жуған әлде қайда пайдалырақ. Ваннаға жылы су толтырып, ішіне 5 ас қасық жалбызды 1 литр суға қайнатып қоссаңыз, шаршағаныңызды оңай басады. Жұпар аңқыған иісінен иіс сулар жасайды. Кулинарияда қолданып, сан түрлі ас дәмдер әзірлейді. Ароматерапия ретінде пайдаланып, эфир майларымен ауаны жағымды иіске толтырады. Ескерту: жалбыз қосылған шайды қан қысымы жоғары адамдарға және 6 жасқа толмаған балаларға ішуге болмайды. Ел арасында жалбыздың 100-ден астам ауруды емдей алатын қасиеті бар екені жиі айтылады. Дегенмен, кез келген емді қабылдамас бұрын дәрігердің кеңесіне жүгінуді естен шығармағандарыңыз дұрыс. Сонымен қатар, жалбыз бас ауруларын жазады. Дәрігерлер кесеге жалбызды салып, оған ыстық су құйып, кейін біраз уақыт тұндыруға кеңес береді. Олардың айтуынша, мұндай шайды кешке басы жиі ауыратын адамдар ішуі керек екен. Осылайша жалбыз ауруды басып, ұйқыны қалыпқа келтіреді. Және демікпені де емдейді. Халық арасында жалбыз ұнтағын бал орнына сары майға араластырып қабылдаса, демікпе сырқатын жазып, тыныс алу жолдарын тазартады деген сенім бар. Сонымен қатар, жалбыз булығып жөтелгенді тыйып, қарлыққан дауысты ашады. Егер тершең адам жалбыздың кепкен жапырағын ыстық суға бұқтырып демдеп, жатар алдында жарты стакан ішсе, тершеңдігі басылады. Ал аяғының шуашы бар адамдар жалбыз тұнбасына 3 мезгіл аяғын жуып жүрсе, жағымсыз иістен арылады. Полиартрит дертіне шалдыққан адам кепкен жалбыз шөбін суға қайнатып, күніне 1 реттен жатар алдында ванна жасап түсетін болса, сырқатынан сауығады. Сондай-ақ етті тілініп, іріңді шиқан сияқты қотырларға жалбыз тұнбасын таңып тастаса, тез жазылатын болып келеді. Сонымен қатар жалбыз жүрек ауруларына таптырмас ем. Жалбыздың жапырағы жүрек ауруына ем. Сондай-ақ оны бүйрек түбекшесі, бауыр мен бауыр жолының қабынуына қарсы да қолданады. Назарларыңызға рахмет, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.